Ассалаумағалейкум қазақ елі, сериалдық арнасына қош келдіңіздер. Және де сіздермен бірге мен, Мадияр Пернемай. Достар, бүгін өте керемет контент, сіздердің сүйіп көретін 14 түріңіздің кезекті бөлімі. Бүгін біз не істейміз, қалай болады, не болады, видео барса тоқтай көретін боласыздар. Алдыменен көп сөйлемей видеомызды бастап алайық, кеттік. Бұл 14-тің құдіреті-ай. Көрсең салғың келе береді, салғың келе береді. Құрмет көрермендер, бүгін біз жалпы сіздер тақырыптан көріп тұрсыздар ғой, черный патология. Негізі суперавтоларда кейбіреулерінде черный патология болады деп қояды, бірақ білмеймше, бірақ бізде что-то өзінің андай кәдімгі светлый патолог шықты. Біз енді соған черный патологты алдырдық, бүгін соған қондыратын боламыз. Негізі черный патолог деген салонға кішкене болса да уют беретін сияқты ма ше. Азыр қыстайды, бірақ кішкене уют беретін сияқты бір атмосферада болады. Өйткені мен оны кезінде приораға істеп көргенмін. Сондай патологпен ғана шектеліп қоймай, және де біз капот упоры алған болатынбыз. Капот упоры деген не екенін білмейтін болсаңыздар, бұл капотқа қойылатын амортизатор. Яғни капотты ашасында жер жесең түсті өзі көтеріп болады. Ешқандай нәрсені тіреп жүрмейсің, ашып салып жүрмейсің, короче, қайттан жіберген кезде өзі сүттіп жабылады. Короче, қазір көретін боласыздар. Сосын накладка на порог нержавеющий, железный. Ол енді ешқандай да былай бүйтіп плюсы жоқ, просто сән үшін, әдемілік үшін қондыратын боламыз. Бұрын соңды мен негізі приораға қондырғам, енді бүгін 4К-ға қондыратын боламыз. Қалай болады, не болады, бірге тамашалаймыз. Ал ендеше экраннан жастық жайғасып алыңыздар. Бүгінгі видеомыз өте қызықты болады деген ойдамын. Сушняк чипсы келештеріңізді қойып алыңыз ыңғайланып, бүгінгі видеомыз бомба болады. Ендеше достар, видеомызды бастамастан сіздерге бір керемет жаңалықтан бөлісе кетейін. Қазір сіздерге керемет дайындап қойған бонустық сый бар. Оны алу үшін төмендегі бекітілген комментарий сілтемеге кіріп, менің промокодын теріп тіркелсеңіздер, алғаш депозиттеріңізге 200 000 теңгеге дейін бонус берілетін болады. Сол себептен асықпаңыздар, орындар шектеулі. Ал ендеше біз көп сөйлемей видеомызды бастай берсек болады. Так, достар, бүгінгі біздің салатын заттарымызға кішігірім обзор жасап кетейік. Мінекей пневмогидравлический упор деп айтылады. Бұны білетіндер бар, білмейтіндер бар. Және де достар, бұның бізде екі түрі болады. Негізі двойнойлығы болады, сосын бірілдігі болады. Біз бірілдігін алдық. Өйткені двойнойлығы мен кезінде бір 14-тің көргем, ондай деген двойнойлығын салатын болсақ, ол бізде екі жерде тұрады да, капоттың екі шетінде. Капот көтерген кезде қатты бірден көтер жүреді, короче, түсіндіңіздер ме? Негізі біреуінің күшінің өзі жетіп жатыр. Екеу салатын болсаңыздар, қатты көтер жүреді, дәк еткіз бірден ашқан кезде ше. Сөйтіп, капотқа бір зиянын тигізем деп ойладым. Енді достар, мінекей біз бірділдігін алдық. Өзінің мінекей комплектте, осыны крепеждармен. Бұл яғни сіздер капоттың ішінен ешқандай жерде кесіп, дополнительно вартет жүрмес үшін барлық комплектте осындай дополнительно өзінің накладкалары салынған. Сондықтан жерде бізде инструкция жазылған. Қайсысын, қай жерге қалай қоясын, қай жерге жабыстыруға болады деген сияқты. Қазір өшеде менің инструкция жазылған. Осыны толыққанды оқып алайық. Және де келесі біздің жаңа айтатқан накладка на порог деп отқанымыз мынау достар мінекей. Бұл шірімейтін, хромированный жылтырап тұратын өте керемет порог. Бұны қазір қондырғаннан кейін алдағы уақытта көре жатарсыздар. Ал болса, әзірге достар мінекей біз 14-тің капотын ашамыз. Так, мынауысын тіреп қоямыз. Соны тіреп қоймас үшін мен қазір мына жерге осыны капот упорын қондырғым келіп жүр. Айтпақшы достар, алдында мен жалпы бұл 14-ке обзор жасаған кезде кейбір адамдар сенбепті, бірақ қумаш приора моторын салған сияқтысың ғой деген сияқты. Достар, мінекей қараңыздар, суперавтоларда бір емес екі вин-код жүреді. Бұл бірінші факт. Екінші факт неге достар? Суперавто. Көрдіңіздер ма? Двигатель 21-124 деп айтылады. Мінекей тағы да бізде екі вин-код, біреу екеу. Мінекей жазылған барлық толық ақпараттары. Сондықтан да осы не бойынша тексеріп көре берсеңіздер болады. Вин-код бойынша смело заводской моторымен бұл жерде. Так, олай болса, көп сөйлемейік. Қазір біз бірден мына жерге алғашқы біздің капот упорымызды қондырып алайық. Так, олай достар, мінекей қатырып болды. Қалай қойғанымызды көрсетейік, жақында қараңыздар, теңіздер. Ең алдымен достар, төмендегі чашкаға қоятын жартылай кольцоны дәл осындай тұста қоясыздар. Мынаны міне көрсетер қояны 3 болттан осылай қоясыздар. Мына жағына былай қатырасыздар. Сосын мынау темір жағы төмен жақта тұру керек, пластик жағы жоғары жақта тұру керек. Одан кейін мына шетін достар, біз мінекей мынандай өзінің екі комплектте шығатындай гайкілермен бірге мынандай тесіктері болады, мынандай көріп тұрсыздар ма? И сосын комплектте жаңа ішінен мынандай бір осыған сиятын бір ішінде бір темір жүреді. Сол темірдің бірінші бір болтын қатырып аласыздар да сол темірге. Одан кейін ішіне бүйтіп өтеді да, ішіне өткеннен кейін екіншісін қатырасыздар.
И сонымен мына жерден өткіземіз. И енді осыны қазір біз жауып ашып көретін боламыз. Мына бізге ескі тірегіші керек емес. Дәл осы жерде орнына қатырып қоямыз да. Ал бисмилля. Так, жабамыз. Валя. И ашқан кезде сәл бүйтіп ашып жібересіздер. Өзі көтеріп болады. Көрдіңіздер ма? Тіреп, үйтіп жүрмейсіздер. Сосын достар, мына жерде бізде комплектте кішігірім тағы да бір дополнительный темір шықты. Ол егер сіздер капоттарыңыз бұдан да тағы да артқа ашылған қалайтын болсаңыздар, мынаны қосып қойсаңыздар, капоттарыңыз бұдан да жоғары ашылады екен. Қазір көреміз, соны тексеріп. Ол үшін біз қазір мынаны біріншіден босатасыздар. Мынаған қатырасыздар. Пистолеттің басына тағатын гушақ сияқты ғой, короче. И мынаған қатырасыздар. Енді мынаны біз қазір мына жерге, енді капотымыз одан да биік ашылатын болады. Мынаны енді мынаған шылчок болады, тоқат ілінеді. Хоп, ілінеді. Капоттарыңыз ашылғанда осылай ашылатын болады да. Айпы, Мерседестің 124 деген ғой. Дәл сол сияқты ашылды ма дедім ғой. Ал енді жабылғанда қалай болады бұл? Жабылғанда, короче, жоқ, жабылмай қалады екен. Жабылмай қалады екен. Значит, короче, анаусыз ғой. Наусыз, короче, істейтін боламыз. Значит, бізге мынау ұзартатын темір керек емес екен, достар. Вроде мынаның өзі жаман емес қой. Аштың, фык істедің да. И қайтадан, короче, жауып қоясың. Біз қазір мынаны жабу үшін мына светті өшіріп, мына кабельді шығара тұрайық. И мына жерден бүйтіп келеміз да. Тастап қаламыз. Валя. Валя. Все, әдемі. Жабылады, ашылады, өте керемет. Так, капоттағы жұмысымыз бітті. Енді біз қазір жаңағы накладканы порогты қондырып алайық. Оны қондыру үшін порогтарымызды жабыстыратын жерлерін жақсылап бірінші тазалап алу керек. Кеттік іске сәт. Так, короче, мінекей барлығын орналастырып біттік. Наңырыңызға есті ашасыздар. Кішкентай бір мелочь та бар. Линия хром жылтырап тұрса, әдемі көрінеді екен. Наңырыңыздар. Чем обычная қарағанда ше. Төрт жағына да жабыстырдық. Артқа оң жағын көрсетейін. Бұл жағада мінекей достар қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Жақында көрсетейінші. Хром, мынаның бәрін сүртіп әдемі көрсетуге болар еді. Наңырыңыздар. Сондай-ақ мінекей алдыңғы оң жағынан да сондай көрсетер ма? Қараңыздар, короче, бүйтіп келесіздер де есті ашасыздар. И, короче, көрсетер ма? Мелочь, но приятно. Жақындап қарасаңыздар, хромированный, өте әдемі. Өзі мынандай порогты ұстап тұратын шуруптардың бетін өшіп жауып тұрады да. Чем точка-точканда шуруптармен көзі күйіп болып тұрғаннан гөрі осылай әдемі деп ойлаймын. Естер, бағасын өріп кетіңіздер. Так, олай болса келесі кезекте бізде потолок, мінекей, черный потолок, өзінің негізінде заводской сияқты, светлі бір киіз сияқты болады да. Бірақ черный көрсетер ма? Черный киіз сияқты материалда. Осыны енді қазір мынаны шешіп қатыратын боламыз. Достар, бұл 14-те потолоктың бір ұнаған жері, мынандай боковой порогтағы пластиктер бар ғой. Осылар черный болып келеді екен де заводтан. Әйтпесе бізде Вестада, Приорада баяғыда мен потолок черный ауыстырған кезде, мынандайларын да черный іздеп әуре болатынбыз. Қараңыздар. Алдыңғы мынандай порогтарында да черный болып келеді екен. Бұл жерде тек қана кәзірөкпен потолокты ғана ауыстырсаңыздар болды. Даже пластиктердің дейін черный болады екен да. Соны алып тұр. Және де мыналарға дейін черный да ұстайтындары. А так неге жаңа Приора, Гранта болсын, Веста болсын, мынаның барлығын черныйға бояп, не болса черныйын іздеп жүретінік. Ал болса бізде шешілу басталып кетті. Олай болса іске сәт жалғастырамыз. Мынаны да шешуіміз керек. Оған мынаның бәрін ауыстыру керек. Так, достар, мінекей потолок қондырып қойдық. Ішінен былай көрінеді. Қазір біз просто гараждың ішінде болған екен, дұрыс көрмей жатыр. Қазір далаға шығарып асықпай сіздерге оны бүгін біз не істедік, соның барлығын көрсетіп кетейік. Алды құрметті көрермендер, мінекей бізде күннің суығына қарамастан сіздер үшін видеоның нәтижесі керемет болсын деп, мінекей автомойкаға келіп, өзіміз жақсы жуып шайып алдық, өйткені нәтижесін әдемілік көрсетейік. Жалпы құрметті көрермендер, мінекей біздің проекттегі 14-іміз, біз бұл проект сияқты кезде параллельно бізде тағы да екінші Вестамызда проекті жүріп жатыр. Акуланың, оны алдағы уақытта бөлек сериядан көретін боласыздар. Жалпы достар, бүгін 14-те не істедік?
Қараңыздар. Ол әрине біздің капоттағы бірінші қондырған затымыз капот упора. Көтеріп жүресіздер, өзі көтереді. Іштеңен ашып, нанны бүйтіп қысылып, алып, тарып, тіреп жүрмейсіздер да. Қараңыздар. Жабасын, и сәл бүйтіп көтеріп жүресің. Тема, я. Сонда достар, капот ашылып кетуінен сақтайды. Бұның плюсы негізі өте көп. Мысалға, андай погодный условия болады, бір жел болып отқан кезде, көлігіңді шұқылап отқан кезде, ана жел келеді, капотты итеріп, мынау тіреп тұрған нәрсең шығып кетеді мынаден, и капот басыңа пақ ете қалады. Сондай болмас үшін, мынаны қараңыздар, мынау жел болып отыр ма, қар болып отыр ма, мынау короче өзінікін жібермей ұстап тұрады. А так, бүйтіп жауып қойсаңыздар, керемет, лайк. Ал салондағы нәрселерді көрсетіп кетейік, қараңыздар. Салондағы қызықты дүниелеріміз, мына қараңыздар, капотта орналасқан андай хром, накладка на пороге деп айтамыз, мына қараңыздар. Тема, я, өте керемет, я. Олай болса, келесі кезекте достар, бізде потолок, мінекей, қара потологымызды қондырдық. Негізі алда уақытта звездный небо қондырамыз, қондырмаймыз, оны алда уақытта көре жатамыз. Мен алдына приораға осындай потологты қара алькантара тартып, звездный небо қондырған болдым. Сол кезде мен бір қатені түсінген болдым. Анау звездный небоны біз тесіп шығарған кезде жаңағы жабысқан алькантараны ашып жібере береді. Одан кейін мен ертең черный потолок алып соған істеймін деп шешім қабылдаған едім. Мінекей 14-мізге де сондай потолокты алдық. Енді достар, ертең бұған звездный небо қондыратын болсақ, біз алькантара жабыстырып жүрмейміз, тек тесіп тек қана осылай қондыра беретін боламыз. Жалпы, бұларды достар, мінекей черный козерогтармен, мінекей айнасымен, как положено, әдемілеп қондырдық. Негізі достар, былай қап-қара болған кейін көлеңкемен онша дұрыс көрінбей жатыр, бірақ аттак әдемі. Бүгінгі біздің видеомыз осындай, құрметті көрермендер. Негізі 14-ке пландап отқан, жоспарлап жатқан заттарымыз өте көп. Оны ертең алда уақытта көре жатарсыздар. Сондай достар, енді келесі бөлімде мен титанка жайында шағым келіп отыр. Жалпы 14-ке мен өте керемет титанканы заказ беріп қойдым. Ол сразу айта кетейін, торус емес, рельс емес. Мен білесіздер, негізі торус дегенге жаман өте қарсымын ше. Уже торус десең жүрегің қанайды да. Сондықтан да басқа диск заказ бердім. Оны алда уақытта көресіздер. Егер де сезіп жатқан, біліп жатқан болсаңыздар, комментарий жаза кетіңіздер, қандай диск деп ойлайсыздар. Ал болса, бүгінгі видеомыз осындай. Егер де сіздерге ұнаған болса, лүпелеріңізді аямай басыңыздар, артына жазыңыздар, комментарий керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрине, осындай кереметтей бізді запчастьтармен қамтамасыз етіп жатқан Lada Tuning Астана досымызға рахметімізді айтамыз. Жалпы достар, ол магазин негізі менің бұрынғы магазин, білетін боласыздар, я. Осы Lada көліктеріне тюнинг запчастьтар сататын, аксессуар, жаңағы щиток, өте тағы да басқа тюнинг ойнаттар сататын магазин. Уақыт өте келе мен оны негізі досыма готовый бизнес ретінде қалдырып кеттім. Оны қазір Астана қаласында біздің досымыз жүргізіп жатыр. Толыққан достар, инстаграмын описание қалдырып кетемін. Не болмаса Lada Tuning Астана деп жазатын болсаңыздар, шығады, сонда кіріп өздеріңізге керекті запчастьтарыңызды сұрасаңыздар болады. Бұл негізі енді досым енді қолға алып жатыр. Бұл жерде енді өзінің дүкенде тұрған көп запчастьтарды әлі инстаграмға шығарған жоқ. Егер сіздерге бірдеңе керек болатын болса, сонда тұрған инстаграмға жазып, не болмаса нөмірге хабарласып, өзіңізге керек запчастьтарды сұрасаңыздар болады. Олайса бүгінгі видеомыз тәмам. Егер сіздерге ұнаған болса, лүпелеріңізді аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.